Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге өте дәмді жұмсақ творожный ватрушка дайындайтын боламын. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүттің үстіне қант пен ашытқыны салып 5 минутқа демалдырып қоямын. Қамыр бізде тәтті болғандықтан үстіне ванилин саламын. Сұйық маймен жұмыртқаның ағын саламын, жақсылап араластырамын. Сосын дәміне қарай тұз саламын. Алдын ала електен өткізілген ұнды салып, толықтай жұмсақ етіп қамыр илеймін. Електен алдын ала ұнды өткізуіміздің себебі қамыр жұмсақ болып шығады және түйіршіктеліп қалмайды. Қамырымыз дайын болды, 30 минутқа демалдырып қоямын. Енді творогтың үстіне қаймақ саламын және ванильді қантты салып, блендердің көмегімен жақсылап еземін. Ірімшікті массамыз дайын болды. Көтерілген қамырды бірдей етіп, бірнеше бөліктерге бөліп шығамын. Менде осы дайындалған қамырдан 6 дана осындай қамыр шықты. Пешке пісіретін форманың астын бірінші майлап аламыз, немесе пергамент қағазмен төсейміз. Содан кейін дайын қамырлардың бетін майлап, осылайша стаканның көмегімен ортасынан шұңғылша жасап шығамын. Жұмсақ қамырдың ингредиенттерін және жаңағы үстіне салатын ірімшікті массаның грамм мөлшерін барлығын описание бөліміне жазып қоятын боламын. Сол жерден қараңыздар. Ішіне жаңағы творожный массаны саламын да жақсылап орналастырып шығамын. Творожный массаны молынан етіп салсаңыздар, себебі шет жақтарынан қамыры көтеріліп, воздушный болған кезде творогы көрінбей қалуы мүмкін. Сол үшін кішкене молынан етіп салуға кеңес беремін. Қамырдың шет жақтарына жұмыртқаның сарысын жағып шығамын. Алдын ала пешті 190 градусқа қыздырып қоямын. Қызып тұрған 190 градусты пеште 25-30 минут аралығында пісіріп аламын. Осымен біздің творожный ватрушка дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шығады және де ішіндегі салмасы өте дәмді болып шығады. Осымен біздің творожный ватрушкаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Өз отбасыларыңызға дайындап, менің рецепттерімді қолданып жатқандарыңызға алғысымды білдіремін. Махаббатпен дайындаңыздар, сонда сіздерде барлығы болады. Келесі видеода кездескенше.